Жуырда номер 35-ші болашақ жалпы орта мектебінде педагог психологтардың қазіргі қоғамдағы проблемалардың алдын алу мақсатында семинар тренинг болып өтті. Шараға өңір психологтары мен аудандық білім бөлімінің басшысы Мұратбек Серікбаев арнайы қатысты. Ең алдымен аудандық білім бөлімінің басшысы Мұратбек Төлебұлы сөз алды. Соңғы уақытта ауданда келеңсіз оқиғалардың жиілегендігін алға тартып, зерделеу жұмыстарын тереңдетуді тапсырды. Оның айтуынша мектеп ұжымы бірлесіп жұмыс атқарғанда ғана қайғылы оқиғалардың алдын алуға болады. Себебі жауапкершілік бәріне бірдей жүктелген. Сондықтан барлығыңызды мектептің балдарымен тәрбие завуш, психолог, тәлімгер, әлеуметтік педагог барлығыңыз біргелікті жұмыс жасау керек. Менің жұмысым емес деп қарап отыратын заман кетті, құрметті әріптестер. Шараның негізгі мақсаты аутодеструктивтік мінез-құлықтың алдын алу және келеңсіз жағдайларды болдырмау. Сонымен қатар аталмыш семинар аясында Ұлы даланың 7 қыры атты көрме ұйымдастырылып, кішігірім концерттік бағдарлама ұсынылды. Бүгін болашақ жалпы орта мектебінде педагог психологтардың проблемаларды шешудің алдын алу тақырыбында үлкен семинар өтіп жатыр. Бұл семинардың мақсаты оқушылардың ақыл ойын дамуын кінараты барып, немесе депрессияға ұшыраған оқушыларға көмек беру мақсатында жан-жақты мектептер жиналып, жаңа өздерінің тренингтерін өтуде. Қазіргі таңда аудан әкімдігі жанынан арнайы топ құрылған. Құрамында түрлі саланың мамандары топтасқан. Топты құрудағы негізгі мақсат мектеп жасындағы жас өспірімдерге сапалы білім мен саналы тәрбиені қалыптастыру. Бүгін болашақ мектебінде психологтардың семинар кеңесі өтіп жатыр. Ол ауданда жалпы жұмыс жүргізіп жатырмыз. 8 сыныптар мен 11 сыныптардың арасында оқушылардан тест алынып жатыр. Зерделеу бойынша аутодеструктивті болдырмау, келеңсіз оқиғалардың алдын алу мақсатында. Жалпы қазір 8 сынып пен 11 сыныптың арасында 10.471 баланы зерделеу үстіндеміз. Ол осы дүйсенбіге анықталып, барлығы бітеміз. Семинар барысында білімі мен біліктілігін жетілдіріп келген жас мамандар өз тәжірибесімен бөлісіп, түрлі психологиялық жаттығулар жасады. Жалпы бүгінгі семинар өте жоғары дәрежеде өтті. Білім бөлімінің басшысының қатысуымен кейбір қазіргі қоғамдағы маңызды мәселелер қозғалды. Онда айта кетерлік болсақ, кеңес берудің негіздері нағыз біздің психологтарға ең маңызды жұмыс болып табылады. Кеңес берудің негіздерімен таныстық. Одан ары қарай кинесиология, психологиядағы кинесиология ғылымы туралы таныстық. Ол кинесиологияның жаттығуларының тиімділігі туралы таныстық. Және де айтар болсақ, тренингтермен өткізіп, сол жерде жақсы әсер алдық. Шараға аудандағы 56 мектептің педагог-психологтары қатысып, өзара тәжірибе алмасты. Сонымен қатар сала басшысына бірнеше сұрақтар қойылып, тұшымды жауаптар алды. Мадина Нұрланқызы, Рысбек Асанұлы, Ақпарат, Мақтаарал ауданынан.